Бір жасағаннан әдемі болып шығатын панкейк әзірлейміз. Ол үшін жұмыртқа мен құмшекерімізді араластырамыз. Міндетті түрде жылы сүт құямыз. Ұнымызды саламыз. 2 шай қасық толтырмай қопсытқыш немесе сода қоссаңыздар болады. Сұйық майымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Қоюлығы осылай болып шығады. Қызып тұрған табамыздың астын орта отқа қоямыз. Дайындаған қамырымызды құйып шығамыз. Осындай тесікшелер пайда болған кезде екінші бетіне аударамыз. Екінші беті біріншісіне қарағанда тезірек піседі. Барлығын өлшеммен жасасаңыз, панкейктеріңіз әдемі болып шығады. Менде осындай 2 тарелка шықты. Енді үстінен сгущенка, шоколад немесе мед құйып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.